Сәлем. Сәлем баршаңызға, құрметті фотошоперлер. Бүгін біздің 66-шы видео сабағымыз. Бүгін сіздерде шашылу деген сабақтың басқа түрлерін, яғни соған пайдаланатын клип арттарды қалай жасайды, соны біз интернеттен іздемей-ақ өзіміз соны жасаудың жолын үйренеміз, және содан керемет бір дүниелер жасаймыз деп айта аламын. Мен осы соңғы кездері бір қатты бір программамен айналысып жүрмін, сол себептен қолым босамай жүр. Сабақ кешігіп жатса, оған кешірім сұраймын. Достар, сонымен біз бастайық. Мінекей, маған керекті міндетті түрде ақ фонға түскен қыздың немесе баланың немесе жалпы өзіңіздің суретіңіз керек болады маған. Достар, міндетті түрде ақ фон болса дұрыс болады. Шыны керек, өздеріңізге де басқаға да өте удобно болады. Мінекей, Добавить фотодан керекті клип арттарды осылай тартып аламыз. Добавить фотодан тартасыздар, білесіздер, аламыз. Менің алдыңғы сабақтарым көрсе, бірден біліп отқан шығар бұны қалай істеу керек екен. Экран немесе светлый дегенді таңдасаңыздар, осылай болып шығады. Барынша размерін кішірейтеміз, аяқ жағын қоямыз. Өздеріңіздің фотоларыңызға істесеңіздер, шынында да керемет шығады бұл. Мінекей, керек емес жерін артық, яғни басына түскен жері жоғарыдағы өшіргішті көріп тұрсыздар. Плюстың сол жақ бетіндегі соны алып өшіресіздер. Мінекей, мынаны да үлкейтеміз. Үлкейтіп, басына әдемілеп қоямыз. Мінекей, көрдіңіздер. Жоғарыдағы өшіргішті тағдаламыз. Көріп тұрсыздар, мінекей, жоғарыдағы өшіргіш. Тек қана басын ғана қалдырамыз. Жаңағы эффект түскен жерлердің ешқайсысын қалдырмаймыз. Себебі аяқ жағына, шашына эффект түсіп қойды. Тек қана бізде басы қалу керек. Және де бетін өшіріп тастайсыздар, көріп тұрсыздар, бетіне түсудің де қажеті жоқ. Мінекей, дәл осындай дүние шығады. Енді бұған эффектс таңдап көреміз. Яғни эффектс. Осы PicsArt әр обновление жасаған сайын жазуларды міндетті түрде өзгеріп тұрады. Мінекей, бірінші эффект, екінші әртүрлі. Мінекей, достар, осы жерде айтып кететін жағдай, көбісі осыны жасайды да, бірақ киімі қалып кетіп жатады. Мінекей, мынандай жерлерде көрініп қалып жатады киімінің бар екен. Соны жоқ қылу үшін драмаға кіресіздер. Драманы басып, жоғарыдағы өшіргішті аласыздар. Көріп тұрсыздар ғой, жоғарыдағы өшіргіш батырмасын аласыздар. Окей, мінекей, жоғарыдағы өшіргішті алып, инь-ям батырмасын басқан кезде автоматты түрде бояғышқа өтеді. Сол кезде сіздің киіміңіздің ізінде қалған орындарға дәл осылай басып шығасыздар. Мінекей, қазір қалпаққа басып шығып жатыр. Мінекей, көрдіңіздер, ешқандай да із қалмайды сіздің киіміңізден. Осын міндетті түрде жасаңыздар. Көбісі жасалмай, ол киімнің ізі білініп қалады. Окей, бізде әрмен қарай басқа да эффекттер таңдап көреміз. Папердің ішіндегі эффект маған соңғы кездері бір ерекше ұнап жүр осы эффект. Мінекей, кішкене азайтамыз. Жоқ, азайтамыз бәсе. Осыны азайтамыз, көрдіңіздер. Мінекей, дәл осындай болып шығады, бірақ та бұл аса қатты маған ұнамай тұр. Жаңа істегенде ұнаған еді, кейін видео түсірген кезде мына эффект маған аяқ асты ұнап қалды. Мінекей, көріп отырсыздар, дәл осылай. Енді бұны текстпен жанына, енді дәл қазір ойыма келіп қалған идея, текстпен жанына кішігірім тату деген шрифт бар, сомен әдемілеп жазсаңыздар болады. Мінекей, бұны дәлтетіп жібере салайын. Мейірбек деген әрине қызға тура келмейді. Рисовайтқа кіреміз. Окей, сохранитті басамыз. Достар, артқы фонды ақ қылуды білмесеңіздер, мен фон ауыстыру деген сабақтың сілтемесін описанияға қалдырып кетемін, соны көрсеңіздер болады. Мінекей, екінші біздің не? Дәл осылай экранды басасыздар. Смешайттан экранды басасыздар. Біреулер айтады, сен өте тез істейсің, көріп үлгере алмай қаламыз деп. Мен видеом жай істесем, достар, бір 15-20 минутқа кетіп қалады. Ол 20 минутта адам өзі жалығып кетеді, көріп отқан адам. Сол себептен мінекей, мұқият қарап отырсаңыздар, өте мен ауызбен айтып отырмын қай жерге кіретін. Енді FX-ке кіріп, фон таңдайсыздар. Фон таңдауды үйретудің қажеті жоқ. Достар, жаңа айтып өткендей, мінекей, мен фон ауыстыру деген сабақты қалдырам. Енді видеоға оны қоссам, қазірдің өзі 9 минут уже одан да көп минут болып кететін болды. Сол үшін бірден ақ фонға бастап кеттім. Сілтемеге міндетті түрде қалдырам. Мінекей, мына жерден Paper деген функцияның FX-тің ішінен тағы да таңдап көреміз. Енді тура келгенін мүмкін таңдамайтын шығармыз. Қазір көреміз. Мінекей, кішкене болсын таңдадық. Жаңағы өткен несіне таңдамаған едік. Окей, бұны рисовайтқа кіріп сақтаймыз. Енді достар, осы қазір пайдаланған эффекттерді, яғни пайдаланған клип арттарды енді қалай жасалу жолын сіздерге көрсетемін. Қазір мінекей, оған бізге міндетті түрде ақ фон керек болады, ол міндетті түрде, достар. Керек емес шығар деп ойламаңыздар, ол міндетті түрде керек. Енді стикерге кіреміз. Стикерге кірсеңіздер, мына жерде мінекей, мен өзім скачать пайдаланған
дәл қазір мінекей сплейтер арт деген мінекей осыны тартып алыңыздар. Жоғарыдағы жазуды жаттап алыңыздар. Мінекей мен дұрыс оқымауым мүмкін. Мінекей осы жерден қазір маған ұнайтын жаңа мен пайдаланған өтіп кетті. Осы жерден енді өзіме ұнағанын аламын. Мінекей мына жерден қалағанын аласыздар. Мінекей. Окей, мінекей мынаны аламыз. Дәл осылай алдын ала бұл клип арттарды сақтап аласыздар. Мінекей мынау аяқ жағына түссе әдемі болады екен. Сол себепті аудардым. Окей, сақтаймыз. Рисовайтқа кіріп, бұны сақтаймыз. Мінекей дайын бізге фото материал болады бұл. Қазір сіздерге көрсетіп жібере салайын. Бұны неге сақтадым тағы түсінбей де қалған шығарсыздар мүмкін. Енді добавить фотоны алып, қазір мысал ретінде көрсетемін. Бұл сабақ емес достар, жаңағы материалды не үшін өткенімді. Мінекей. Окей, қоямыз. Жаңағы материалды аламыз енді. Жаңағы ақ фонға сақтағалы материалым. Мінекей жаңағы бірінші осындай жерге керек болады. Біздің осы сабақ осындай материалмен жасалды жаңа. Көрдіңіздер, экран немесе светлый. Астына смешать екінші батырма. Соны басқан кездегі экран сізге смешать шығады, солардың біреуін басасыздар. Енді бұны талып тастайын. Екінші бізге стикер. Яғни қара түсті нәрселер бізге қатты керек бұл жерде. Басқа светлый нәрселерді қазір көрсетем, оларды жеке. Мінекей қазір өткізейін. Мінекей жоғарыдаған жаттауыңыз welcome is the world болып оқылады ма или басқаша білмеймін. Енді осы жерден мінекей талдардың да адамның мінекей денесінің жартысы осылай жыбырлап, аяқ жағына жыбырлап, мінекей енді діңгек жағын емес, бас жағын аяқ жаққа қойсаңыздар болады. Бұны да тура осылай сохранить етіп аласыздар. Көптеген түрін сохранить етіп алсаңыздар да болады, достар. Өзіңізге ұнаған кейін жаңағы сабақ бойынша. Енді біз жаңа мен айтып едім, светлый нәрселерді қоюды үйренеміз. Мінекей қазір мына жерден қара фон, мінекей ақ фон таңдап алайық. То есть жаңағы талдың суретін өшіріп тастаймыз, осындай бір фон. Енді бұл қазір сіздерге көрсете салайын. Мінекей мынау бізге керегі осы. Енді дәл бұндай ақ фон ашпайсыздар, ашпай тұра тұрыңыздар. Мен жай ғана сіздерге анық көрінсін деп ақ фонды аштым. Енді ең керекті нәрсе осы эффект болады достар бізге. Бұл өте керекті, шашылу деген сабаққа өте әдемі түсетін эффект. Мінекей ол жоғарыдан пустой слой ашасыздар. Астындағы слойды өшіріп тастаймыз, ол бізге қажет емес. Мінекей пустой слойға түсу керек. Яғни PNG форматындағы пустой. Астындағы добавить фото мінекей көрдіңіздер, көрсетіп жатырмын. Стикерді басасыздар. Мінекей енді қазір көрсетем қандай атауы екен бұны. Енді магазиннен іздеп өздеріңіз тартып аласыздар. Color Burst болып оқылады ма, или мен қате оқыдым. Осыны аласыздар. Мінекей осы жерде өте көп. Ең шашылуға әдемі келетін осылар. Енді осы жерде сабақ әрмен қарай шамалы күрделі болады, мұқият қарап отырыңыздар. Бұны үлкейтеміз. Осындай пустой фонға түсу керек. Осыны үлкейтеміз. Мінекей жоғары жақтан пустой слой ашамыз. Мінекей қызылмен көрсеткен жерден қара түсті таңдаймыз да. Окей, мінекей біздің фон қара болды. Енді осыны астына түсіреміз. Біздің жаңағы мінекей қара түс астына түседі. Енді жоғарын таңдап тұрып, обычныйдың ішінде множить деген бар. Екіншісін көрдіңіздер. Соны басқан кезде мінекей осылай қара болады. Анау бірінші біздің пустой фон міндетті түрде жоғарыға шығу керек достар. Қара фон астына түсіп тұру керек. Сол кезде ғана болады. Енді добавить фотодан жаңағы клип арт аламыз. Ол клип арт есебінде түседі достар. Жан-жағы қырқылған. Ол дәл сол күйінде болмайды. Оны да міндетті түрде ақ фонға сақтап алу керек. Мінекей көрдіңіздер. Енді елестетіңіздер, осы біздің аяқ жағымызға қойған кезде қандай эффект береді. Өте әдемі эффект береді. Мінекей достар, біздің сабақ аяқталуына жақын қалды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздерге тек қана сабақты емес, қалай клип арт жасауды, сондықтан қосымша мәліметтерді бере кеттім деп ойлаймын. Сіздерге әдеттегідей пайдам тисе қуаныштымын достар. Сіздермен болған мен Мико Про. Міндетті түрде каналға жазылыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді комментарийға жазыңыздар және жұмыстарыңызды біздің группамызға жіберіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Үнсіздігің керек емес. Қалғандай жау